Екінші түн. «Ей, ұлы бақытты патшам!» деп сөз бастады Шахаризада. Киік жетектеген кісі: «Ей, диюлардың патшасы!» депті диюға. «Мен малшыға бұл тайыншадан басқа тағы бір семіз тайынша әкел деп бұйырдым. Малшы көп уақыттан кейін еті семіз тайыншадан мұнан семізін таппадым деп сол тайыншаны қайта әкелді. Менің оны союға батылым бармады. Құрбандық шалмасам да ол тайыншаны соймауға бекіндім. Малшыға: апарып малға қос деп қайтарып жібердім. Өзім үйіме кеттім. Ертеңіне ертемен ел ұйқыдан тұрмай жатып, малшы маған мынадай сүйінші хабар жеткізді. Менің бір бой жетіп қалған жалғыз қызым бар еді. Жас кезінде бір сиқыршы кемпірден көп сиқырлар үйренген еді. Ол кеше сіз құрбанға шалмай малға қос деген тайыншаңызды үйге жетектеп апарып, кеш болған соң ертең малға қосармын деп есік алдына байласам, сол қызым бетін басып ұялды. Мен қызыма: менен ұяласың ба, балам? дедім. Қызым: жоқ әке, сізден ұялып тұрғаным жоқ. Мынау әкеліп байлап қойғаныңыз тайынша емес, адам. Осыдан ұялдым. Мұндай бір бозбаланы үйге әкелуіңіз сізге ұят емес пе? деді. Мен: ол тайынша дедім. Сіздің бір сиыр бауыздап, ол арық болып, қайтадан мал тап дегенде, мен бұл тайыншаны 2 рет апарғанымды түгел айттым. Қызым естіп: ой, әке-ау, бұл тайынша емес еді, адам болатын. Кешегі сізге келіп кеткен сәудегердің баласы еді. Мұны өгей шешесі сиқырмен өзін тайынша, шешесін сиыр қылған. Мен оны көптен білетін едім. Бірақ әкесі келген соң тиісті шарт бойынша келісіп, қайта адамды қалпына түсірем деп жүрушем. Маған бұрынырақ кездеспей, анасын өлтіріп алғанымды қараш. Алда бейшара-ай, бұл кеше сіз сойғалы апарғанда әкесін таныған ғой. Аяғын иіскеп жылағаны, шешесін құрбанға шалғанын біліп еді. Әкесіне шыққаны ғой. Сиқырмен тілі байланған бейшара деді. Мен малшыдан осын есіткенде: ей, диюлардың патшасы! Өзімнің қандай халға түскенімді тіліммен айтып жеткізе алмаймын. Ақыл естен айырылып, есімнен тандым. Бұл хабар менің жүрегімді жарғандай қуантты да, қайғыға батырып, жылатты да. Анасын қолымнан бауыздатқаным қабырғама қатты батты. Өткен іс орнына келе ме? Амалым қанша. Малшыға еріп үйіне бардым. Оның қызы маған сәлем беріп, қолымды сүйді. Сөйтіп өзі шетірек орынға барып отырды. Мен тайыншаның қасына бардым. Ол мені көрісімен алдыма келіп, көзінен жасы сорғалап, аяғыма оралды. Малшының қызынан бұл уақиғаның жайын сұрадым. Қыз: сіздің балаңыз екені анық. Мұның шешесін кеше көз алдыңызда бауыздаттыңыз. Мен де бұл уақиғаны кейін біліп қалып отырмын, деді. Мұны адам қалпына түсіру шарасы бола ма? деп сұрадым қыздан. Егер, деді малшының қызы күлімсіреп, менің сізден сұралатын тілектерім қабыл болса, баланың адам қалпына түсуі оңай. Егер адам қалпына түсірсеңіз, қанша дүние сұрасаңыз да берейін, дедім қызға. Қыз: менің ешбір дүниеге мұқтаждығым жоқ. Менің тілегім, балаңыз адам қалпына түскен соң, екеумізді некелеп қоссаңыз болды. Екінші, мұны сиқырмен тайынша қылған өгей шешесін сиқырмен басқа бір түске кіргіземін. Дұшпанға дұшпанша қарамаған адам баласына дүниеде тіршілік ету өте қиын болады. Мен бұл тілекті сөз айтпай қабыл еттім. Қыз бұл уәдемді алғаннан кейін бір леген суды құйды да, оған бір дұға оқып, тайыншаның үстіне шашты. Сол сағатта адам суретіне қайта кірді. Жалғыз баламды құшағыма алып, көз жүзінен сүйіп, аталық мейірімді қандырдым. Малшының қызын некелеп, балама қостым. Қыз, немере ағамның қызы, сиқыршы қатынымды сиқырмен киік суретіне енгізді. Бұл әйел киік суретті болса да, жалғыз балама залалы тиер деген қорқынышпен далаға жіберуден қорықтым. Қандай сапарға шықсам да, жанымнан қалдырмай жетелеп жүретін болдым. Бір ұзақ сапарға шығып бара жатқанда, сіздің сәудегерді өлтіргелі тұрған бұл уақиғаңызға тап болдым. Балаңызды қатадан өлтіріп, сіздің өлім жазасын беруіңізге лайық болған сәудегердің 1/3 қанын кешу үшін өмір бойы ішімде сақталған, ешкімге айтылмаған сырымды шештім. Бұл әңгімені сол мен тілек еткен өлуші кісінің 1/3 құнына тұрарлық десеңіз, тілегімді берерсіз. Тұрмайды десеңіз, оны өзіңіз білерсіз. Мен әңгімемді аяқтадым. Жетектеген киігімнің жайы осы, деді әңгіме айтушы.
Тыңдаушы үш адам Диюдың жауабы не болар екен десіп, бетіне қарап ауыр күрсіністі. Әңгімеге ұйып, көзін жалғыз ағаштың түбіне қадап отырған Дию: «Бұл әңгіме менің есітпеген бір қызық әңгімем болды. Мұны айтқаның үшін 3/1 ғанын кештім», деді Дию. Диюдың аузынан бұл сөздің шығуымен екі аңшы ит жетелеген жолаушы тұрып: «Ей, Диюлардың патшасы, мен мына жетелеген екі итімнің уақиғасын айтайын. Бұл да өте қызықты әңгіме. Егер көңіліңізге ұнаса, сәудегердің 3/1 ғанын кешіңіз», деді. Дию ойланып біраз отырды да: «Егер айтылатын әңгімең мынанікіндей қызық болса, тілегіңді берейін. Жаман әңгімеге қан түгіл, жарты тамшы су да бермеймін», деді. «Көңіліңізге ұнамаса, мен де қолқа салмай-ақ қояйын», деді әңгімесіне сенген аңшы.